Ішектер жағдайына тек ас қорыту процесі емес, адамның сырт келбеті мен иммунитеті байланысты. Бұл органның жақсы жұмыс істеуіне қалай көмектесуге болады? Ғалымдар мен дәрігерлер ішектерді ең мықты орган деп санайды. Себебі тамақтан пайдалы заттарды сіңірумен қатар, ол иммунды жүйеге жауап береді. Ағзадағы барлық иммунокомпонентті жасушалардың шамамен 80% ішектердің шырышты қабығында орналасқан. Егер асқазан ішек жолында бірдеңе дұрыс болмаса, созылмалы аурулар асқынып кетеді. Хал жағдай нашарлайды және теріге бөртпе шығуы мүмкін. Ішектер жұмысындағы кез келген ауытқулар денсаулыққа қатысты қауіпті проблемаларға әкелуі мүмкін. Сондықтан оларды елемеуге болмайды. Бұл орган бір рет жаңылысуы мүмкін. Мысалы, артық тамақтанғанда немесе бұзылған тамақ жегенде. Егер іштің ауруы, іш өту, іш қату, іш кебу секілді белгілер бірнеше күн бойы мазаласа, онда міндетті түрде гастроэнтерологқа қаралу керек. Кей біз ойламаған әдеттер ішектер саулығына жағымсыз әсер етуі мүмкін. Оларға мыналар жатады. Бірінші, күнде таңертең аш қарынға кофе ішу. Екінші, ұнды тамақты көп жеу. Үшінші, тамақты дұрыс шайнамай жұту. Төртінші, тамақтан соң үнемі газдалған сусын немесе тәтті сусын ішу. Бесінші, көп мөлшерде алкоголь ішу. Асқазан ішек жолы жұмысы жақсы жұмыс істеу үшін не істеу керек? Асқазаныңыз ауырмас үшін және іш кебу, іш өту секілді басқа да асқазан ішек жолы проблемалармен қиналмас үшін кей қарапайым ережелерді сақтау керек. Дүкендегі өнімдердің жарамдылық мерзімін тексеруді ұмытпаңыз. Тамақты тоңазытқышта ұзақ сақтамауға тырысыңыз. Егер тамақтан жағымсыз иіс шығып тұрса, оны жемеңіз. Жалпы, тамақты тауысып ішетіндей етіп пісірген дұрыс. Жаңа піскен тамақтар әдетте жақсырақ қорытылады. Жемістер мен көкөністердің сыртын жақсылап жуыңыз. Тамақ пісіру ережелерін сақтаңыз. Өнімдерді шала пісірмеңіз. Егер антибиотик ішіп жүрсеңіз, дәрігер кеңесін алып пробиотик ішіңіз. Артық тамақтанбаңыз. Аз-аздан, бірақ жиі тамақтаныңыз. Ұйықтар алдында тамақ ішпеңіз. Ұйықтарға 2-3 сағат қалғанда тамақтанып алсаңыз, жақсырақ ұйықтайтын боласыз. Қарапайым гигиена ережелерін сақтаңыз. Тамақ ішер алдында міндетті түрде қолыңызды сабындап жуыңыз.